Сәлем құрметті оқушы. Бүгін біз жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану тақырыбының екінші бөлімін өтеміз. Сабағымыздың мақсаты жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолданатын боласың. Бірінші тапсырма. Сәйкес келетін сандарды таңдап ал, суреттегі жазушылардың шығармалары мен кейіпкерлерін ата дейді. Ендеше қараймыз. Николай Носовтың қай шығармасы екенін табайық, Ол үшін бізге 680, яғни болу үшін біз 540-қа қандай санды қосуымыз қажет деген сұрақ. 680-нен 540-ты азайтамыз. 680 азайту 540. Баған түрінде немесе ойша бірден азайтқан дұрыс. 140. Ал енді қараймыз. 140 саны ол дым білмес екен. Тамаша, яғни Николай Носовтың шығармаларының бірі дым білмес. Енді екіншісін тура осылай тауып, және қай кейіпкерді көрсетіп тұрғанын анықта. Келесі, енді Алан Милн. Бұл жазушының кейіпкері қайсы екен? Ол үшін бізге 930 шығу керек. 30-ға белгілі бір санды көбейту. Яғни бізде екінші көбейткіш белгісіз деген сөз. Ол үшін әрине 930-ды 30-ға бөлеміз. Нөлдерді қысқартып тастаймыз. 9-дың ішінде 3 рет көбейтеміз. 3-ті түсіреміз. 3-ті 3-ке бөлсек 1. Азайтамыз 0. Яғни 31. 31 деген сан ол Винни-Пух. Тамаша. Тура осылай Ал Милн жазушының екінші кейіпкерін анықта. Ал енді біз тағы да бір керемет кейіпкер қай автордық екен? Астрид Линдгрен. Осы жазушының қайсы кейіпкерін табайық? Ол үшін бізде екінші қосылғыш белгісіз. Оны табу үшін әрине азайтамыз. 0, 8, 80. Ал енді 80 Карлсон екен. Тамаша. Бұл кейіпкерлер саған өте таныс. Дұрыс па? Ал енді сен оның осы мультфильмдердің авторларын, яғни сол мультфильмнің сценарийін жазған авторларын біліп алдың. Келесі, екінші мәтіндік есептер. Карлсонның үйінде 240 құты тосап бар. Оның 5-тен бірі құлпынайдан, 2-ден бірі қара өріктен, ал қалғаны шиеден қайнатылған. Карлсонда қанша құты шие тосабы бар дейді. Карлсонның тосапты өте қатты жақсы көретінін көрген шығарсың. Ендеше жазай. Бірінші құлпынайдан, екінші қара өрік, және үшінші шие. Құлпынай бізде 5-тен 1 бөлік, яғни белгісіз 5-тен 1 бөлік деп жазамын. Қара өрік белгісіз 2-ден 1 бөлік, ал енді шие белгісіз. Бізде барлығы 240 құты бар. Ал енді бірнеше сұрақ, яғни бірнеше амалмен шығарылады. Шешуі. Ең бірінші құлпынайды тауып алуымыз керек. 5-тен 1 дегеніміз, ол 240-ті 5-ке бөліп 1-ге көбейтеміз. Ал енді 2-ден 1-ді табу үшін 240-ті 2-ге бөліп 1-ге көбейтеміз. Біріншісінде құлпынайды таптық, қара өрікті және шиені таптық. Мұнаны 3 бұрышқа салайын. Ал енді қара өрік пен құлпынайды таптық. Ал енді шиені табу үшін бізге не істейміз? 240-тан осы құлпынай мен қара өріктің қосындысын азайтамыз. Міне сол кезде шиенің саны шыға келеді. Келесі ән нұсқасы. Сенбі күні Винни Үрпек 16 килограмм бал жинады. Бұл оның бір апта ішінде жинаған балының 4-тен 1 бөлігі. Яғни Винни Үрпек бір аптада барлығы қанша килограмм бал жинаған дейді. Ендеше не істейміз? Бұл деген сөз болғандықтан біз керісінше амал қолданамыз. Яғни 16 килограмм 4-тен 1 бөлігі болып тұр. Ал біз енді жалпы санды табуымыз керек. Ол үшін әрине біз 16-ны 4-ке көбейтіп 1-ге
бөлеміз. Міне осы арқылы сен Винни Үрпектің қанша килограмм бал жинағанын табатын боласың. Келесі кесте бойынша өрнектер құрастыр және олардың мәнін тап дейді. Әрине қосылғыш деп тұрғаннан кейін ортасына қосу амалдарын қоясың. Ал енді ән нұсқасында бізде азайғыш, азайтқыш ортасына азайту амалын қоясың. Міндетті түрде амалдардың орындалу ретін сақтап, және де баған түрі болсын, жалпы ойша болсын, барлығының мәнін тауып шық. Төртінші, дым білмеске өрнек есептер құрастыруға көмектес дейді. Ендеше қараймыз, дым білместің қасында конструкторлар тұр екен, мысалы бірінші өрнекке құрастырайық. Ал кәнеке тыңда. Дым білмес үш ұшақ құрастыру үшін бір ұшақтың өзіне 45 көк және де 25 ақ конструктордың бөлшектерін қолданды. Сонда ол барлығы қанша бөлшек қолданды? Міне, яғни біз бірінші барлық бөлшек санын біліп алып, оны 3-ке көбейтеміз, себебі ол 3 ұшақ жасаған екен. Міне, тура осылай, екінші, үшінші және төртінші өрнектерге осы дым білмеске есеп құрастырып бер. Бесінші, кесінді сыз. Әрине, бұл тапсырманы орындау үшін бізге сызғыш және қарандаш қажет. Ұзындықтары 1 дециметр, 28 мм, 4 см, 5 мм болатын кесінділер сыз. Ең ұзын және ең қысқа кесінді қаншалықты ұзын екенін анықта дейді. Ендеше бірінші біз осы берілген 3 өлшемдегі кесіндіні сызып алып, ал енді ең ұзыны ең қысқасынан қаншалықты ұзын екенін табу үшін әрине үлкен саннан кіші санды азайту арқылы білетін боласың. Алтыншы тапсырма, белгісіз санды А әріпімен белгілеп, теңдеу жаз және есепте дейді. Егер белгісіз санды, яғни бірден белгісіз сан А, 4 есе кемітетін болсақ, есе кеміту деген бөлу. Онда 210 шығады дейді. Міне, бізде теңдеу шыға келді. Қандай компонент белгісіз? Бөлінгіш. Оны табу үшін не істеуші едік? Әрине көбейтеміз. Тамаша. Ал енді ән нұсқасы. Егер белгісіз саннан, яғни белгісіз санымыз А, 452-ні азайтсақ, онда бізде 58 шығады дейді. Міне, теңдеуіміз дайын. Қандай компонент белгісіз? Азайғыш. Оны табу үшін біз қосамыз. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.